Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Мен бүгін сіздерге 2020 жылы шыққан очередной финал деген корейский драманы қысқаша баяндап беретін боламын. Фильмнің аяғына дейін менімен бірге болыңыздар. Фильмнің басында басты кейіпкеріміз Иньон таңертең ұйқыдан басқа біреудің жанында бірге оянады. Бұның қалай болғанын білу үшін 12 сағат артқа қарай айналдырайық. 12 сағат бұрын Иньон жұмыстан шығып оқу орнындағы достарымен кездесуге отырысқа асығып баратты. Ол отырысқа барғаннан кейін өзіне басқа жігіттердің "Сенің жігітің шетелден келіпті ғой, қазір біргесіңдер ме, сен көрдің бе оны?" деген сұрақтарын жақтырмай, "Жоқ, біз қазір бірге емеспіз" деп осы сұрақтарды ұнатпай, ол отырыстан ашуланып кетіп қалады. Кетіп бара жатқан Иньонның артынан бір жігіт "Кешіріңіз" деп шақырады, ал Иньон болса "Не болды?" деп айқайлап жібереді. Осы кезде әлгі жігіт "Кешіріңіз, бірақ біздің пакеттеріміз ауысып кеткен" деп өзінің пакетін ауыстырып алады. Иньон бұл жігіттің де әлгі кеште өзін ыңғайсыз сезініп отқанын көріп, сол кешке қайтып бармасын дегендей "Мен бір күшті жерді берем, менімен бірге жүріңізші" деп ол жігітті көндіріп, бірақ дүкеннен қарапайым ғана соджу, яғни ішімдік алып беріп, екеуі сол жерде ішіп отырады. Осайып қалған Иньон ол жігітке өзінің құпиясын айтып, "Мен адамдарға 8 жыл жүрген жігітім мені тастап кетті десем, бәрі маған аянышты көзбен қарайды. Сенің жағдайың жақсы ма?" деп. "Ал шын мәнінде менде еш нәрсе де дұрыс емес, менің жүрегім жаралы" деп. "Мен саған бірақ бұны тек ішкендікпен айтып отырмын" деп құпиясын ашып қояды. Ал жігіт болса "Сен менің атымды білесің бе?" деп. Осы кезде екеуі махаббатпен айналысып кетеді. Біздің басты кейіпкеріміз Иньон кеше түнде ішкендікпен жасаған әрекетін есіне түсіріп, ұялып қашып кетеді. Оқу орнына барғаннан кейін құрбысына өзінің түнде Доюнсумен бірге болғанын айтады. Ал құрбысы "Доюнсу?" дейді. "Неге? Сен Доюнсуды қайдан танисың?" деген кезде, оның бізде оқу орнында барлығы таниды. Осыдан 1 жыл бұрын оқу орнынан грант ұтып алып, бірақ та оны ата-анасының танысы арқылы ұтып алды деген қауесет шығып, сол оқу грантқа шетелге бара алмай қалғаны осы оқу орнында барлығына да белгілі екен. Құрбыс екеуі тамақтанып әңгіме айтып отырған кезде, осы кезде асханаға Доюнсу да келеді. Доюнсудың келгенін көрген Иньон одан ұялып, бірден асханадан қашып кетеді. Үйіне барғаннан кейін кешке қарай қоқыс шығаруға шыққан Иньон жолдан қайтадан Доюнсуды көріп қалады. Оны көрген Иньон сасқалақтап ағаштың артына одан тығыла бастайды. Бірақ та Доюнсу оған жақындап, "Не болды саған менен қашқалақтап? Әлде саған ол түн ұнамады ма?" деп сұрайды. Ал Иньон болса "Жоқ, ұнамады емес, ұнады. Ой, ұнады деппін ғой" деп сасқалақтап ұялып үйіне кетіп қалады. Үйіне барғаннан кейін мен мына киіммен кездестіргенімді" деп тағы да ұялып қалады. Осы кезде Иньонның есігі біреу кіріп жатады, кодын теріп. Иньон болса түсінбей қалады. "Бұл менің үйім" десе, "Жоқ, әлгі адам жоқ, менің үйім" дейді. Иньон бұл үйді жалға алған болатын. Бірақ та Иньонды мошенниктер алдап кеткен екен. Сөйтіп Иньон үйінен де ақшасынан да айырылып қалады. Келесі күні жұмысының алдынан Доюнсуды көреді. Доюнсуға "Не істеп жүрсің?" десе, ол көрмеге келген екен. Доюнсу қызға "Енді мені көрген кезде қашпай, мені танитын адам сияқты амандасуын сұрайды." Қыз да бұнымен келіседі. Иньон жұмыстағы әріптесіне өзінің жағдайын айтып, үйінен ақшасынан айырылып қалғанын айтып отырады. "Ал енді қайда тұрып жатсың?" десе, "Құрбымның үйінде тұрып жатырмын. Кредит алайын десем, бірақ маған кредит бермейді" дейді. Сол кезде әріптесі "Мен бір жолын білем, жаңа үйленгендерге кредитті оңай береді" дейді. "Жоқ, бұл жол маған келмейді" дейді, бірақ та деп ойланып қалады бұл әріптесінің сөзіне. Иньон өзінің жұмысында Роза деген лақап-атпен танымал суретшіні күтіп отырады, соның көрмесімен айналысуға. Бірақ та таныса келе, ол өзінің 8 жыл жүріп оны тастап кеткен бұрынғы жігіті Чанхи болып шығады. Оны көрген кезде Иньон қатты ашуланып, тіпті өзінің ойынша барып, оның бетіне су шашып жібергенін елестетіп отырады. Әрине, бірақ оның жай ғана қиялында бұның барлығы. Иньон құрбысына келісім шарт бойынша жалған некеге тұрғысы келетінін айтады, яғни үй алу үшін. Ал құрбысы болса, "Онда хабарландыру бер" деп ой тастайды. Иньон бұған көніп хабарландыру береді. Өзіне жалған некеге тұруға келісетін жігіт іздейтін, және де Чанхимен де жұмыста 2 ай бойы кездесуге тура келеді жұмыс бойынша, қаламаса да. Және бұлардың сыртынан Доюнсу көріп қалады. Чанхидің Иньонның бұрынғы жігіт екенін біледі. Хабарландыруды көрген Доюнсу Чанхиге барып өзін ұсынады. "Мені қалай, менімен бірге тұрғың келе ма?" деп. Ал қыз болса жігітке сеніңкіремей, "Шынымен де ме? Сен шынымен маған үйленгің келіп тұр ма? Мен ойнап тұрған жоқпын саған. Мен шын айтып тұрмын" дейді.
егер де шын маған үйленсең, ертең болашақта біз тіпті ажырасып та кетеміз, сол кезде саған ажырасқан деген штамп қойылады дейді. Мен де ойнап тұрған жоқпын, мен де келісіп тұрмын, шын айтам деп екеуі келісіп, сөйтіп барып екеуі некелерін қиюға бел буады. Сөйтіп Иньон мен Доюнсу екеуі бір үйде тұра бастайды. Екеуі бір үйге көшіп келіп, заттарын жинау барысында жігіт пен қыз екеуі келісім шартқа отырамыз деп шешеді. Үйде екеуміз бір-бірімізбен, яғни бір-бірімізге жоламаймыз, бөлек бөлмеде жатамыз, бір-бірімізге ғашық болмаймыз, киімдерімізді шашпаймыз, және де қыста, жазда болатын үйдің температурасы жайлы, сол жайлы барлығын екеуі келісіп, сөйтіп екеуі бірге тұра бастайды. Иньонның бұрынғы жігіті Чанхи жұмыста онымен сөйлескісі келіп, жақындағысы келіп еді, бірақ та ол оны өзіне өте суық қарады. Сол кезде қашанғы менімен суық сөйлесесің, маған қарашы деген кезде, менің есімді енді атаушы болма, әйтпесе арта жақсылық қалып келмейді деп, оны өзінен итеріп тастайды. Таңғы ас барысында Доюнсу Иньоннан сұрайды: сен менен бұрын әлгі жігітіңе үйленейік деп ұсыныс тастадың ба дейді. Ал Иньон болса: жоқ, оған айтқан жоқпын дейді. Содан кейін Иньон: мен асығып баратырмын, таңғы астың орнын ыдысты менің орныма жуа салшы, өтініш деп жұмысқа асығып кетіп қалады. Кешке Иньон құрбысымен ішімдік ішіп үйіне мас болып келеді де қайтадан ыдысын жумай жатып қалады. Ертесіне таңертең жұмысқа барғаннан кейін жұмыста бастығы Иньонға Чанхидің үйіне барып салған суреттерін көрмеге суретке түсіріп келуін сұрайды. Осы кезде Чанхи үйінде ауырыңқырап отырғанын көреді. Осы кезде Чанхи Иньоннан кешірім сұрайды: мен сені тастап кеткеніме қатты өкінемін, мен сені әлі де жақсы көремін, сен де мені жек көрмеші, өтінем, мені жақсы көремін деп айтшы деп осы кезде сезімін білдіреді. Мына сөздерді естігеннен кейін Иньон жағдайы нашарлап өте қатты қиналады, әлі де жігітіне деген сезімі барын түсінеді. Үйіне келген кезде Доюнсу: сенің орныңа тағы да бүгін мен ыдыс жудым, сен қайда жүрсің деген кезде, кешірші, артынан жуам деп бөлмесінде көңілсіз отырғанын көреді. Және де бөлмесінен шығып Доюнсуға өзінің қатты қиналып тұрғанын айтып, көз жасын көрсетеді. Доюнсу бұны көріп қызды қатты уайымдап қалады. Бірақ та Иньон ертесіне ештеңе болмағандай жақсы көңіл күймен жұмысқа кетіп бара жатады. Тіпті Доюнсуға ескертеді: енді мен қайтадан әлгі жігітімді ойлап уайымдайтын болсам, мені тіпті айқайлап ұрсып жіберуіңе болады деп Доюнсуға мүмкіндік береді. Келесі күні Чанхи Иньонды обедте түскі асқа шақырады. Осы кезде екеуі түскі ас ішіп отырып, Иньон: кешегі жағдайың қалай болды, ауырып қалдың ба деп сұрайды. Жоқ, барлығы жақсы деп екеуі тамақтанып отырып, Чанхи: одан кешке қолың бос па, екеуміз кешкі асқа барсақ қалай деп ұсыныс тастайды. Осы кезде Иньон ойланып қалады. Ал Доюнсу болса үйде Иньонды уайымдап отырады. Далада жаңбыр жауып кеткенін көріп, қолшатырын алып, Иньонды жұмыстан күтіп алуға барады. Сен мұнда қайдан жүрсің деп Доюнсудан сұраған кезде, сені күтіп алуға келдім, бүгін жаңбырлы күн дегесін, сен жаңбырдың астында қалып қоймасын дедім дейді. Осы кезде Иньонның әріптесі шығып амандасып: бұл кім болды, таныстырмадың ба, сенің жігітің ба деп сұрайды. Осы кезде Иньон не айтарын білмей тұрып: иә, менің жігітім дейді. Осы кезде ар жақтан Чанхи да шығып қалады. Ал Доюнсу болса: жігіт, қаяқтағы жігіт, сен не айтып тұрсың, мен сенің күйеуің бесің ба, қымбаттым деп қолынан ұстап, оны өзіне қарай жақындата бастайды. Осы кезде әріптесі: біз сіздің үйленгендеріңізді білмейді екенбіз деп, қымбаттым, сенің әріптестеріңді келесі жексенбіге үйге шақырайық, біздің жаңа көшкенімізге деп, сөйтіп оларды қонаққа шақырып кетеді. Иньон Йонсуға: біз ерлі-зайыптыларға мүлдем ұқсамаймыз, екеуміз екі бөлмеде тұратынымызды білсе, келген қонақтар бізді біліп қалады дейді. Сөйтіп олар екеуінің бөлмелерін біріктіреді, заттарын бір бөлмеге жинап қоя бастайды. Және де енді тамақты не істейміз деген кезде, менің құрбымды шақырайық, ол тамақты жақсы пісіреді деп Иньон өзінің құрбысын шақырып алады. Құрбысы қонақтар келетін кезде: сендер осы киіммен қарсы аласыңдар ма, ерлі-зайыптылар бірдей киіну керек қой деп, сөйтіп екеуі бірдей киім киіп алады. Сөйтіп әріптесі келе бастайды. Сіз жалғыз өзіңіз келдіңіз ба деген кезде, артынан Чанхи да келді қонаққа. Қонақтар келіп барлығы дастархан басына жайғаса бастайды. Біз бір-бірімен танысып, өздерінің көңілдерін көтеру үшін неше түрлі ойындар ойнай бастайды. Яғни бір сұрақ қояды, сұраққа шынайы жауап беру керек. Егер де сұраққа жауап бергің келмесе, ішімдік ішетін ойын ойнайды.
Чанхи сыртқа шығып кетіп телефонмен сөйлесу барысында Иньон мен Йонсудың арасындағы неке жалған неке екенін біліп, үйге келіп қайтадан сұрақ қояды. Сендердің шынымен де некелерің рас па деп. Осы кезде Йонсу Иньонды сүйіп алады да, қалай, сенің сұрағыңа осы жауап жарай ма дейді. Барлық қонақтар тарағаннан кейін Йонсу масайып қалған Иньонды бөлмесіне алып келіп жатқызып жатады. Осы кезде Иньон Йонсудың қолынан тартып, мен саған ұнаймын ба деп сұрақ қояды. Ал Йонсу болса, иә, сен маған ұнайсың деп жауап береді. Ертесіне Иньон Йонсудың жауабын естігеннен кейін жұмыста өте көтеріңкі көңіл күйде күлімдеп жүреді. Ал Йонсу болса, үйде Иньонның мен саған ұнаймын ба деп сұрақ қойған бейнесін қайта-қайта кез келген жерде көре беретін болды. Иньон мен Йонсу кешке жұмыстан кейін екеуі дүкенге барып үйге азық-түлік аламыз деп шешті. Екеуі дүкенге барып азық-түлік алғаннан кейін үйге келіп ас дайындап, кешкі астарын ішіп, орындарын жинағаннан кейін Йонсу жататын кезде Иньонға «Иньон, мен саған ұнаймын ба?» деп сұрақ қояды. Осы кезде Иньон «иә» деп жауап береді. Ал Йонсу болса Иньонға жақындап, оны өзіне тартып сүйетті. «Біз бүгін бір бөлмеде жатсақ қалай болады?» деп сөйтіп екеуі бір бөлмеге кетіп қалады. Келесі күні Иньонның бұрынғы жігіті Чанхи Иньонға көрмесінің билетін береді. Көрменің билетін алғаннан кейін Иньон көрмеге келіп, Чанхидің көрмеге қойған суреттерін көре бастайды. Ол Иньон мен Чанхидің кезіндегі 8 жыл ара қатынасындағы болған оқиғаларды суретке түсірген екен. Екеуінің алғашқы кездескендерін, екеуінің алғашқы бірге болғандарын, тіпті қоштасу сәтіне дейін барлығын қағаз бетіне түсірген. Бұл суреттерді көрген Иньон көзіне жас алады. Осы уақытта До Йонсу үйде Иньонға хабарлама жазады. «Сен бүгін қайтадан қолшатырыңды алуға ұмытып кеттің. Мен саған жұмысқа апарып беремін» деп хабарлама жазып, Иньонның жұмысына келеді. Ал Чанхи болса Иньонға өзінің сезімін білдіріп, екеуі кезінде 10 жыл бірге болып үйленеміз деп сөз бергенін, «Сен До Йонсудан ажыраста маған кел, мен сені мәңгі жақсы көремін, екеуміз бірге болайық» деп өзінің сезімін білдіріп жатады. Ал Иньон болса, «Жоқ, мен сенімен бірге бола алмаймын, мен До Йонсуды жақсы көремін» деп кетіп бара жатқан кезде Иньон, «Сен До Йонсу саған не үшін үйленгенін білесің бе?» деп сұрақ қояды. Осы кезде До Йонсу келіп Иньонның қолына ұстап алып бара жатқан кезде Иньон, «Айтшы, сен маған не үшін үйлендің?» дейді. Осы кезде Йонсу, «Иә, кешір, бірақ мен Чанхиден кек алу үшін үйлендім» дейді. Мына жауапты естіген Иньон Йонсуға «Болды, ажырасамыз» деп үйден кетіп қалады. Йонсудың кезінде ұтып алған гранты ол өзі бара алмай қалады. Өйткені қауесеттің себебінен, яғни оның ата-анасы бар, таныстары бар, сатып алды деген. Соның орнына Чанхи кетіп қалады грантты алып шетелге. Шын мәнісінде Йонсудың тіпті танысы түгіл ешқандай әке-шешесі жоқ еді. Осыны білген Йонсу Чанхиге сыртынан ренжіп жүреді. Ол Иньонға сол Чанхиден кек алу үшін саған үйлендім деп айтқанмен, шын мәнісінде ол Иньонды шынымен жақсы көретін еді. Сөйтіп До Йонсу үйді босатып үйінен кетіп қалады. Иньон үйге келгеннен кейін До Йонсу екеуінің бақытты өткізген сәттерін есіне түсіріп, До Йонсуды әлі де болса да ренжісе де оны бәрібір жақсы көретінін түсінген Иньон оған хабарласып, қайда екенін сұрайды. Сөйтіп До Йонсумен кездесуге барады. Кездесу барысында Йонсу Иньоннан кешірім сұрап, «Кешір, мен саған барлығын бастан түсіндіріп айтуым керек еді» деген кезде, осы кезде Иньон, «Барлығын тоқтатайық. Екеуміз жалған екені осы жерден тоқтатып, екеуміз басынан бастап қыз бен жігіт болып кездесуден бастайық» деп екеуі құшақтасып татуласады. Біздің басты кейіпкеріміз Иньон мен До Йонсудың фильмнің басында екеуінің ара-қатынасы жалған некеден басталғанмен, фильмнің соңында екеуінің шынайы махаббатына, екеуі бір үйде бір-біріне еркелеп, бір-бірінің махаббатын көрсетіп, бақытты өмір сүріп жатқанының куәсі боламыз. Егер де жолықтырмаған болсаңыз, сізге де осы өмірде өзіңіздің жаныңызды түсінетін екінші жартыңызды жолықтыруға тілектеспін. Сіздерге фильм ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.